Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Айгерім Шынтемірқызы. Бүгін ең дәмді табиғи сок жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ал енді бізге керек ингредиент 4 мандарин, лимон қышқылы, қант ұнтағы, жылы су керек. Ең бірінші лимонды, яғни мандаринді жақсылап жуып аламыз. Одан кейін мына видеодағыдай етіп кубиктап турап шығамыз. Жалпы мандариннің орнына апельсинді де пайдалансаңыздар болады. Біздің қазіргі жасайтынымыз мандариннің соғы. Сонымен қатар лимон қышқылының орнына егер үйде лимон болып жатса, лимонның өзін қоссаңыздар да өте ерекше дәм береді. Неге біз бұл жемісті сыртымен турап жатырмыз деген сұрақ туындауы мүмкін сіздерде. Яғни бұл жемісті, кез келген жемісті сыртымен жеген өте пайдалы болады. Және витаминнің барлығы сыртқы қабығында. Сол себепті де біз мандаринді бүтіндей тұтастай тураймыз. Бірақ егер сіздерге сыртқы қабығы ұнамаған жағдайда, оны сыртын қабығын ашып тастап турасаңыздар да өз еріктеріңізде. Ал біз мандаринді турап болдық, мандариніміз дайын. Енді оны сок езетінге салып, жақсылап езіп аламыз. Ал егер де сіздерде сок езетін болмаған жағдайда, мандаринді жұқалап, яғни майдалап турап жасасаңыздар да болады. Барлығы езіліп дайын болғаннан кейін, бұндағы біздің дайын болған соғымызды бір ыдысқа құйып аламыз. Егер де ыдысымыздың түбінде қалып кетіп жатқан жағдайда, жылы суымызды құйып жіберіп, ішін шаймалап құйсақ та болады. Ал енді барлығын құйып болдық. Енді қалған құрамдарын қосайық. Лимон қышқылынан шай қасықпен тек ұшымен ғана саламыз. Егер де көп салған жағдайда, бұл біздің соғымыз қышқылтым болып кетуі мүмкін. Ал одан кейінгі ретте қант ұнтағы, қант ұнтағының барлығын саламыз, мұндағы пакетиктегі 100 грамм қант ұнтағы. Одан кейін міндетті түрде бір ғана стакан жылы суды құямыз. Барлығын бір келкі массаға келгенше жақсылап араластырамыз. Бір келкі массамыз дайын болғаннан кейін оны газде кішкене уақыт қайнатамыз. Яғни жақсылап қайнатып, араластырып отырып қайнатқанымыз өте жөн болады. Қайнатып жатқанда барлық дәм бір-бірімен үйлесім тауып, әдемі сок пайда болады. Яғни табиғи өнімдегі сок пайда болады. Осы дайын болған соғымызды жақсылап суытып аламыз. Суыған сок өте дәмді болады. Және одан кейін, суып болғаннан кейін, оны сүзгіштен өткіземіз. Яғни біздегі ішіндегі қатты үлкен түйіршіктерін бөліп алып тастауымыз керек. Су, сокты жақсылап сүзіп болғаннан кейін, міндетті түрде 1 сағат немесе жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Яғни сок қатты мұздай күйінде ішілгенде өте дәмдірек болады. Ал енді дайын болған ыдысымызды
дастарханға ұсынсаңыздар болады. Яғни бұл сок өте табиғи әрі дәмді болып шығады. Ал енді согымыздың әрін келтіру үшін біз бір мандаринді бөлек алып қаламыз. Яғни бұл мандаринді осы біздің құйып жатқан ыдысымызға осылай ғана жай ғана қыстырып қоямыз. Жалпы негізі трубочкамен ұсынсаңыздар өте ерекше әрі сәнді болып көрінеді. Енді жалпы сәндеу әрлеу өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей біздің согымыз дайын болды. Мандариннің соғы. Сіздерге үлкен рахмет. Ас болсын. Міндетті түрде менің каналыма кіріп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Егерде менің осы каналым ұнаса, қоңыраушаны да басып алыңыздар.